Асу туралы ақпарат. Шын есімі Селин Шекерджи. Түрік актрисасы. 1989 жылы 1 маусымда Измир қаласында дүниеге келген. Әкесі араб, анасы Әзербайжан ұлтынан. Балалық шағында өнерге қызығушылық танытып, балетпен айналысқан. Алайда 7 жасында алған жарақатынан кейін ол актерлік шеберлікке бет бұрған екен. Білімі мен мансабына келсек, Селин бастауыш және орта мектепті Измирде аяқтаған. Ол Измир мемлекеттік театрында, жекеменшік театрларда және балалар спектакльдерінде өнер көрсеткен. Кейінірек Стамбулға көшіп, жарнамалық роликтер мен телехикаяларға түсе бастаған. 2007 жылы ол алғаш рет «Кавак елері» телехикаясында Фейза рөлін сомдаған және алғаш рет сол кезде экранға шыққан. Бірақ оған кең танымалдылық әкелген жоба, оның аты «Мелектер көрсін». Яғни осы жерде ол өзгір телекілер рөлін ойнаған. Белгілі телехикаялар мен рөлдеріне келсек, ол «Бенім için üzülme» Ирмак рөлін ойнаған. «Кизим» Асу Карахан рөлін ойнаған. «Айле» 2023 жылы Серап рөлін ойнаған. Қазіргі қызметі Селин Шекерджи Түркиядағы танымал актрисалардың бірі. Қазіргі таңда ол кино және телехикаяларда өзінің рөлін жалғастыруда. Ал актрисаның жалпы жеке өміріне келсек, Селин Шекерджи бірнеше әріптесімен қарым-қатынаста болған деседі. Соның бірі 2008 жылы «Мелектер көрсін» телехикаясының түсірілімінде актер Шамиль Кавказбен танысып, аз уақыт қана кездескен деседі. Ал 2014-2018 жылдар болса, ол актер Кан Ташанермен қарым-қатынаста болған дейді. Бірақ олар 2018 жылы ажырасты. Кейінірек Селин Джанер Джиндорукпен біраз уақыт кездескен дейді. Селин Шекерджи жеке өмірін құпия ұстағанды жөн көреді. Сондықтан оның қазіргі таңдағы қарым-қатынасы, мәртебесі жалпы белгісіз болып жатыр. Ал сіз осы актрисаны қай телехикаядан танисыз? Комментарий бөліміне жазып кетсеңіз болады. Және келесіде қай актер немесе актриса туралы білгіңіз келеді?